Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен. Мен кәсіби заңгермін. Бүгінгі видеода мен сізге ажырасудан кейінгі осы кәмелетке толмаған балалардың әкесімен немесе шешесімен қалуының кім шешеді екенін ол проблеманың және оның қалай шешілетіні туралы айта кетемін. Осы кәмелетке толмаған балалардың кіммен қалуы, яғни осы әйелмен немесе күйеуімен қалуын арнайы кәмелетке толмағандардың істері бойынша қарайтын сот шешетін болады. Бірақ осы соттың шешіміне белгілі бір орысша айтқан кезде орган опеки, сонымен қатар психолог мамандары және сонымен қатар педагог мамандарының ойы осы соттың шешіміне қатысты болып табылады. Яғни сот осы мамандардың ойларын ескеріп өзінің сот шешімін шығарады. Баланың кіммен қалуы, яғни күйеуімен немесе әйелімен қалуы бағанағы мен айтып кеткен сотқа заявленияны өткізесіздер. Сіз сол заявленияны сотқа өткізгеннен кейін сізге 5 күннің ішінде SMS уведомление келеді. Сол SMS уведомленияның ішінде сіздерге осы соттың қай уақытта болатын, қай жерде болатын және оның уақыты толық ақпараттары осы SMS-тің ішінде болады. Сот процесі негізі өзі 3-4 айға дейін созылуы мүмкін. Сіздер сотқа бармай тұрып, мына мәселелерді ескергеніңіз жөн. Егер де сіздің балаңыз 10 жасқа толмаса, көбінесе практикаға жүгінетін болсақ, бала көбінесе анасымен қалады. Егер бала 10 жасқа толса немесе 10 жастан асатын жағдайда, бала өзінің ойын кіммен қалам, яғни анасымен немесе әкесімен қалатын туралы өзінің ойын білдіре алады. Егер де сіздің кәмелетке толмаған балаларыңыз 10 жасқа толмаған жағдайда, оның кіммен қалатынын оны сот қана шешеді. Бұл жерде сот сіздің көбінесе материалдық жағдайыңызға қарайды. Яғни, сіз балаға қандай материалдық жағынан көмектесе аласыздар, соған байланысты сот баланы сол кісімен қалдырады. Бірақ көбінесе менің практикамда ол бала, кәмелетке толмаған бала 10 жасқа толмаған жағдайда практикада оны көбінесе анасымен қалдырады. Екінші жағдай, егер бала 10 жасқа толған жағдайда немесе оннан жасы үлкен болған жағдайда, бала сот процесінде өзінің ойын сотқа жеткізе алады. Анасымен немесе әкесімен тұратын туралы өзінің ойын сотқа айтатын болса, сот оған қарсы шыға алмайды. Себебі бала бұл жасқа толған жағдайда өзінің қабілеттілігі бар екенін дәлелдейді. Сот басталды. Ең біріншіден, бағана мен айтып кеткендей орган опеки ата-аналарды бір-бірден тексереді. Яғни, оны айтып кететін болсақ, біріншіден, осы ата-аналардың материалдық жағдайы, яғни олардың үйлері, қай жерде тұрғылықты жері, соның барлығын тексереді. Сонымен қатар, осы ата-аналардың табыстарын және олардың материалдық жағдайларын барлығын осы тексереді. Яғни айтқанда, бір сөзбен осы кішігірім бір исследованияларын жүргізеді. Осы ақпараттардың барлығын жинап алғаннан кейін орган опеки сотқа осы документтердің барлығын өткізеді. Содан кейін сот осы бүкіл документтердің барлығын қарап, өзі тексергеннен кейін барып өзінің шешімін шығарады. Соттың шешімінде осы кәмелетке толмаған баланың кіммен қалатыны туралы анықталады. Бірақ мысалы айта кететін болсақ, бала анасымен қалған жағдайда күйеуі ол баланы мүлде көре алмайым деген мәселе емес. Бұл жерде күйеуі баласымен кездесіп тұратын белгілі бір осындай график сол соттың шешімінде жазыла кетеді. Мысалы айтатын болсақ, жаздың каникулында 3 айдың ішінде сол бір айы күйеуі баласымен көрісіп тұра алады, немесе өзімен бірге алып кете алады бір айға. Немесе сонымен қосып, әр ай сайын баланы күйеуі 4 немесе 2 рет онымен кездесіп тұруға құқығы бар. Сонымен қатар, бала кіммен қалды, соған байланысты екінші ата-ана бұл жерде бала кіммен қалған ата-анаға белгілі бір алимент сомасын төлеп тұрады. Бұл алименттің көлемі балалардың санына және екінші ата-ананың табысына байланысты. Жалпы достар, менің практикамда көбінесе кәмелетке толмаған балалар анасымен қалады. Бірақ сіз ер адам болған жағдайда сіз өзіңізбен баланы қалдыра алмайым деген сөз емес. Сіздің белгілі бір қаражаттарыңыз жағынан, материалдық жағыңыз жақсы болып, сонымен қатар балаға белгілі бір уақытты бөле алам десеңіз, сонымен қатар сізге белгілі бір осы балаға қарайтын адамыңыз болса, онда сіз өзіңізбен баланы қалдыра аласыз. Жалпы достар, біздің видеомыз осымен аяқталды. Сіздерде бір белгілі бір сұрақтарыңыз болса, осы ажырасу, алимент немесе тағы басқа сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астындағы ссылкаға басып, менің WhatsApp-ыма өтіп жазсаңыздар болады. Сіздердің бүкіл сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын.